Келесі ұғым бізде серпімділік күші. Мысал ретінде мына серіппені алайық. Серіппені мына төбеге іліп қойдық. Оның бастапқы ұзындығы L0. Осы серіппеге мына төрт бұрышты жүктелейік. Жүктелдік. Сол кезде серіппе созылады. Яғни деформацияға ұшырайды. Төменге тартатын күш ауырлық күш. Ал осы деформация салдарынан серіппе оны кері тартады. Сол кері тартатын күш ол бізде серпімділік күші. Серпімділік күші дененің деформация салдарынан пайда болатын күш. Яғни басында бізде бастапқы ұзындық L0 болса, деформациядан кейін ұзындығы L болды. Ол X шамаға созылды. Бұндағы L0 бастапқы ұзындық, өлшем бірлігі метр. L соңғы ұзындық, өлшем бірлігі метр. Төмен қарай ауырлық күш тартады. Кері тартатын күш серпімділік күші. Өлшем бірлігі ньютон. Күштердің барлығы ньютонмен есептеледі. Біздің созылғанымыз X-іміз басқаша дельта L деп жазылады. Дельта L деген осы ұзындықтардың айырымы. Оны абсолют ұзару немесе сығылу деп атайды. Осыны біз Гук заңымен есептейміз. F серпімділік күші ол K көбейтілген X. Мұнда K деген қатандық коэффициенті. X деген айттық абсолют ұзару, F деген серпімділік күші. Бұдан K-ны табу үшін F-ті X-ке бөлеміз, X табу үшін F-ті K-ға бөлеміз. Яғни пропорция қолданамыз. Осы формуланы Гук заңы деп атайды. F тең KX-ті Гук заңы. Бұдан көріп тұрғанымыздай, X-ның орнына біз дельта L қоя аламыз. Сонда бізде серпімділік күшін K көбейту дельта L деп жаза аламыз.